Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен екі қоянды бір оқпен ататын боламыз. Яғни тамақ және де қамыр, наны бірге дайын болатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып, сочный болып, сорпасымен дайын болатын тағамның рецептісі керемет болып шығады. Және де толықтай отбасыңыздың қарнын тойдыра аласыздар. Видеоны айналдырмай толықтай қарауға кеңес етемін. Сол кезде дәл менікі сияқты тағам дайын болады. Қараңыздаршы, қамыры қандай жұмсақ болып, керемет болып піседі. Рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын. Айранға бір дана жұмыртқаны қоямыз. Қант, тұз және ас содасын саламыз. Бір ас қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кезекте ұнды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп, елеп, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан, қамырымыз қатты болып қалмау үшін көзіңізге қарап, мөлшерлеп, жұмсақ қамыр елеп дайындаймыз. Үстелдің үстіне тағы да аздап ұн сеуіп, қамырымызды 5 минут көлемінде жақсылап елеп аламыз. Полиэтилен пакетіне қамырды салып, жарты сағат көлемінде қалдырамыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын. Картопты дәл видеодағыдай турап аламыз. Ыдысымызға тауықтың аяғын саламыз, яғни голень. Кейін турап алған картоптың барлығын саламыз. Дәл видеодағыдай пиязды да турап, жаңағы массаға біріктіріп салып дайындаймыз. Пиязды салып алғаннан кейін дәміне қарай дәмдеуіш қосамыз. Тұз, қара бұрыш және тауыққа арналған дәмдеуішті қосамыз. Сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне, салмамыз дайын болды. Енді кезекте сарымсақ пен қызанақты дәл видеодағыдай турап дайындап аламыз. Достар, сіздер қазақша футболктың дамуына үлес қоса аласыздар. Ол үшін менің арнама подписаться етіп, колокольчикті басып, яғни колокольчик бассаңыз, сізге хабарлама келіп тұрады. Жаңа видео шыққандығы туралы және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Лайк басып сақтап алыңыздар. Міне, қамырымызда дайын болды. Қамырымызды енді бір үлкен және бір кіші бөлікке бөліп аламыз. Үстелдің үстіне аздап ұн сеуіп, жаңағы үлкен қамырымызды дөңгелетіп жайып дайындап аламыз. Немесе өзіңіздің формаңызға ыңғайластырып жайсаңыз болады. Мендегі форманың размері мөлшері 26 сантиметр. Міне, қамырдың үлкен бөлігін дөңгелетіп жайып алдым. Қамырдың қалыңдығы 2-3 мм көлемінде. Енді формамызға аздап май құйып, толықтай барлығына жағып шығамыз. Формамыздың үстіне жаңағы қамырды
дайындап салып аламыз. Міне, дайын болды. Енді кезекте қамырдың үстіңгі бөлігінде бірден жайып дайындап аламыз. Оның да қалыңдығы 2-3 мм көлемінде. Енді дайын болған қамырдың үстіне осы дайын болған массаны түгелдей салып аламыз. Тұрып алған қызанақты толықтай барлығын салып аламыз. Сақтап тұралған сарымсақты да осылай салып аламыз. Міне, барлығын салып алдық, дайын болды. Енді екінші бөлік қамырды бетін жауып, жан-жағын бәрін біріктіріп жауып аламыз. Қалауыңызша өріп әдемілеп жапсаңыздар да болады. Міне, достар, толықтай жауып дайындап алдым. Енді осының үстіне бір ас қасық сүтпен және де бір дана жұмыртқаның сарысын араластырып, бетіне толықтай жағып шығамыз. Қалауыңызша күнжіт сеу болсаңыздар да болады. Осы кезде духовканы қыздырып қоямыз 180 градуста. Кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 1,5 сағат көлемінде толықтай пісіріп аламыз. Міне, достар, тағамымыз дайын болды. Енді қалауыңызша жасыл пияз немесе ас көк ақ желкенді турап дайындап аламыз. Енді осы дайын болған тағамның бетін осылай кесіп ашамыз. Үлкенірек қып немесе кішірек қып кесіп дайындасаңыздар да болады. Мен дәл видеодадай екеуінде де көрдім. Үлкен қып кескендеріңіз дұрыс болады. Қараңыздар, қандай керемет болып дайын болды. Барлығы толықтай піскен. Енді осының бетіне жасыл пиязымызды сеуіп аламыз. Вау, қараңыздар, қандай яркий, жарқын, әдемі түске енді. Міне, сорпасы бар, тауық еті толықтай піскен, картоғымыз да жұп-жұмсақ болып дайын болған. Достар, видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.